Русия мухалифет журналисты Аркадий Бабченко ве onun әйлесіне бұтын күнлі құрывыны тешкілі еттілер. Эмир Украина президенті тарафындан берілді журналистның озу хавсызлық хызметі ве баш прокуратура еле кечкен көрішівді Петро Порошенко Украина хавсызлық хызметінің Бабченко етінің қорчалануы ве бір сыра терактларының еқайтывы бойынша өткерілген операциясыны муафақиятле олара қадыландырды. Оның сөзлеріне көре журналистның өлдірмесіні Русияда пылныштырайдылар. Тешкелетчі чоқ селя сақлаған инсан олды. О терактлар тешкелеті еді. Президенттің қайд еткеніне көре, Украина құқ қоройжылары әр күн Русия тәжавузына қаршылықта да күчлі олдылар. Ләкин Москва Украинада вазиетні кергенлештірмек үшін да бір сыра қаршы әрекетлер yapmaға тырышар. Для того, щоб показати неефективність влади. Акимиятның семересізлігіні көстермек үшін велбетті Русия ән зияде қорқанларыны өлдірмек үшін. Ләкин шымды ән принципиалме вам бұтаға қатыны бетермек. Тек тешкелетчі ақында дегелде, сымырышчылар ақында малюматны қабыл етмек. Чүнки олар бүгін Украинаға қаршы бұ әрекетлеріні девам етежеклер. Аятамны қорчаладылар, ләкин бұ пек мұйым дегел. Мұйым шуки да бұйық терактларға ел берілмеді. Чүнки олар бұндан да хұджур шейлер япмаға істейді.